Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, тез дайындалатын пирожкидің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ыдысымызға жылы су құйып, одан соң қантымызды салып, одан кейін дрожжіні салып, жақсылап араластырамыз. Бұл біздің апарамыз болады. Одан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мен бұл пирожкилерді ашыған сүттен дайындайтын боламын. Сіздер кәдімгі сүттен де дайындасаңыздар болады. Осылай сүтімізді ыдысымызға құйып алып, оның үстіне тұз салып, одан соң жұмыртқаны жарып алып, жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде де осылай ашыған сүттер қалып қоятын болса, осындай тоқаштар дайындасаңыздар болады. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Одан соң електен өткізілген ұнымыздың жартысын қосып, осылай қасықпен араластырып аламыз. Ұнымызды бәрін бірден қосып жібермейміз. Қазір біздің апарамыз бар, соны қосып, одан соң осы қалған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей ұнның жартысын қосып араластырып болғаннан кейін, жаңағы көтерілген апарамызды осы массамызға құйып, араластырып аламыз. Одан соң қалған ұнымызды қосып, бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Менің каналымнан әртүрлі рецептерді таба аласыздар. Және де алдағы уақытта әртүрлі оңай рецептерді ұсынатын боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осылай жұмсақ иленген қамырдың бетін салафанмен жауып, шамамен 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Одан соң үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, жаңағы ашыған қамырымызды дастарханның үстіне қойып аламыз. Одан кейін ұнның көмегімен кішкене күлшелерге бөліп дайындаймыз. Әрқайсысын видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен жайып алып, салмасын салып, формаға келтіреміз. Салмасын әртүрлі етіп қалауларынша жасасаңыздар болады. Менде картоптан жасалынған езбе. Барлық тоқаштарды осылай жасап аламыз. Одан кейін алдын ала қыздырылған 180-190 градустағы пеште қызарғанша пісіретін боламыз. Пешке салардың алдында жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің ашыған сүттен жасалынатын пирожкилеріміз дайын. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.